кафе, магазин, балабақша, офис немесе басқа да бизнес объекттерін салғызып жатқан болсаңыздар, осы проблеманы алдын ала ойластырыңыздар. Менің атым Шамил, мен установщик пожарной сигнализации және видеонаблюдение, қауіпсіздік жүйелерін жасаймыз. Біздің жұмысымызда жиі кездесетін мәселелердің бірі бүгін айтылып тұрған. Бізге Алматы қаласында 3 этажды тұрғын үй нысанындамыз, яғни общагада. Бұл жерде қазір бүкіл жұмыстар біткен, ремонттар, чистовой бәрі біткен. Енді бізді шақырды бұл жерде пожарной сигнализация жасауға, камерамен пожарной сигнализация жасауға. Енді бұл жерде кабельдерін біз коридор арқылы кабельдегонмен жүргіземіз кабельдерін. Бұл кісі бізге айтады, бұл жерде ремонт жасалды бітті. Бұны енді ақырын аккуратно жасаңыздар дейді, кір қылмай, шаң қылмай, кеспей дейді. Біз барынша солай жасауға тырысамыз. Бірақ дегенмен ол болады. Өйткені кесу керек, кабельді кіргізу керек деген. Мына коридорда біз кабельдегонмен жүргіздік. Еще мында комнаталарында натяжной потолоктар жасалған екен. Қайта біз келмей тұрып жасалмапты. Біз келіп қазір датчиктарын, кабельдерін ақырдық. Қазір олар жапты, енді біз датчиктарын салып жатырмыз. Осындай мәселені болдырмау үшін сіздерде объектілеріңіз құрылыс этабында болса, қазір нысандарыңыз коммерческий болса, осыны осы кезде ойластырыңыздар. Өздеріңізде ниеттаңыз кетпейді, біздің де ниетіміз тұрмайды. Құда да тыныш, Құдайға да тыныш болады. Еще жасатқан ремонттарыңыз сол күйінде қалады, ешқайсы бүлінбейді. Мәселе жаңағы 3 қабатты тұрғын үйдің 2-ші қабаты. Бұл жерде уже бәрі чистовой ремонт бәрі бітіп тұр. Потолоктары, стеналар крас етілді. Біз енді бұл жердің пожарный сигнализациясын кабельдегонмен жүргіздік кабельдердің бәрін. Бұл жерде енді бұл бизнес иелері бізге айтады, мынаны кір қылмай аккуратно ұстаңыздаршы, мына жерде стенаны кір қылмай, ана жерде теспей, мына жерде құлатпай дейді. Енді ол жұмыс болған соң ондай моменттер болады. Біз енді человек-паук емеспіз ғой, ұшып қонып секіріп жүретін. Сол проблеманы болдырмау үшін объектілеріңіз құрылыс этабында черновой кезде жасатқызып тастаңыздар осы кабельді электричествомен бірге жүргізіп, пожарный сигнализациямен камераны. Сол кезде жасалған ремонттарыңыз, интерьер дизайныңыздарыңыз құрмайтын болады. Бұл жердің енді ремонты қарапайым ғой, кейбір жерлерде салондар болады. Ол ремонтыңыз арзан емес қой қазір бәрі. Еще қайтадан шақыратын болсаңыздар, ол қайта ақша алады, 2-3 рет шығындаласады. Сол үшін пожарный сигнализациямен камераның кабельдерін черновой кезде ойластырыңыздар.